Сәлем достар, баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге Әсел Алшоурас қызы лайк басып тіркелуді және де пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Егер видеодан нәтиже көргілеріңіз келсе, видеоны аяғына дейін көріңіздер. Бүгін біз сіздермен ақуызды кремді дайындайтын боламыз. Яғни орысша айтқанда белковый крем. Өте қарапайым және де үйде барлық заттардан құралған. Ең алдымен 3 жұмыртқа, 180 грамм қант, 50 грамм жылы су, шым тұз және де лимон қышқылы керек болады. Лимон қышқылын қосу міндетті емес, алайда формасын жақсы ұстасын десеңіздер, қосуға тура келеді. Міне осындай ақуыздың сары уызынан ажыратып аламыз. Кейде мүлде ақуызға сары уыз түсіп кетпеу керек. Оны қадағалаңыздар. Менде кейде осындай жағдайлар болып тұрады. Ақуызы алып жатқанда сары уызы түсіп кетеді. Бұған мән бермеңіздер. Бұны алып басқа пирог жасап жесеңіздер, немесе бәліш жасап жесеңіздер де болады. Мен тағы да 3 жұмыртқа алып, дәл осылай жаңағыны қайталадым. Яғни ақуызды сары уыздан бөліп алдым. Миксердің көмегімен осылай 4-5 минут көлемінде әппақ болып көпіргенше араластырамыз. Оған шым тұз қосып жіберіңіздер. Сол кезде тұздың әсері қатты, мұнда тұз бен лимон қышқылының әсері қатты көрінеді. Яғни өзінің формасын ұстауына көмектеседі. Жақсылап араластырғаннан кейін осыны төңкеріп көріңіздер. Ешқандай капля, ешнәрсе түспесе, онда ол дайын деген сөз. Содан соң міне 50 грамм жылы суға біздің жаңағы 180 грамм қантымызды салып аламыз да, араластырып аламыз да, одан кейін барып газға қоямыз. Газда орташа отта тұру керек. Егер қатты отта немесе жай нөлге қойып тастасаңыздар, онда ол ұзақ уақыт алуы мүмкін. Сондықтан орташа отта тұрған жөн. Ең алдымен осылай 1-2 рет араластырамыз. Араластыра беретін болсаңыздар көп рет, онда ол балға немесе сиропқа, кәдімгі сиропқа айналып кетуі мүмкін. Сондықтан анда-санда ғана немесе 2 минут сайын араластырсаңыздар да жеткілікті. 2 минуттан кейін міне осыны жаны көпіріп бастайды, өзі осылай көтеріліп бастайды. Одан кейін 4-5 минут өткен кезде бүкілі осылай көпіршіктенеді. Одан кейін оны дайындап алғаннан кейін осылай болады ғой. Көпіршіктенген кезде оны қалай дайын болған көру үшін ыдысымызға 1 каплясын тамызып көріңіздер. Сол кезде кәдімгі сағыз сияқты созылып, сондай болып тұру керек. Сол кезде дайын деген сөз. Ал оған дейін газдан алмайсыздар. Ақуызымызды жақсылап 1 рет араластырып жібереміз миксермен. Одан кейін барып жақсылап араластырамыз. Жаңағы біздің сиропымызды қосып, тез-тез араластырып отыру керек. Әйтпесе ол іріп кетеді, немесе тәтті мақта сияқты бір түрлі болып кетуі мүмкін. Сондықтан осыны қадағалаңыздар. Жақсылап араластырып аламыз да, лимон қышқылынан 1 шай қасық қосып жібереміз. Лимон қышқыл жаңа айтып өткендей формасын ұстауына көмектеседі. Өте оңай, өте тез дайындалатын кремнің бір түрі. Өте қарапайым сондай. Сиропты қосып болғаннан кейін 3 минутта араластырсаңыздар жеткілікті. Міне көріп тұрғандарыңыздай кәдімгі сливкамен жасалған